Қалдарыңыз қалай достар? Бүгін маңызды тақырыптардың бірі не маңызды? Товар, работа немесе услуга. Товар деген бұл жай ғана товарды алу және де сату. Ол жерде жалпы басқа ештеңе негізінде болмауы керек. Работада уже шамалы әрекет ету керек. Мысалы, асфальтты құрастыру. Ол жерде жұмыс біздің тарапымыздан, товар біздің тарапымыздан. Рахмет. Услуга деген бұл тек қана қызмет. Енді қараңыздар. Мен тендерге мысалы 18 жасымда келдім. 18 жасымда келдім, менде ешқандай опыт жоқ. Сол себепті егер де сіздерде вообще ешқандай жизненный опыт болмаса, ештеңе, былайша айтқанда, ештеңе қолдарыңыздан келмесе, онда мен әрине товарға келуге кеңес беремін, работаға емес. Работа жақсы, егер сіздер осыған дейін бірдеместе жасасаңыздар. Мысалы, күзетте жұмыс жасап, оның системасын біліп, лицензия алып, услуга сондай жасасаңыздар болады. Бухгалтерский услуга переводческий, мысалы, услуга перевозки. Яғни услугалар көп, работаның түрі көп. Бірақ мен акцентті особенно қатты товарға қоямын. Неге? Өйткені товарка ең көп айналымда болатын нәрсе. Ақша особенно көп товарға бөлінеді. Бір мекеме жұмысты 50 миллионға 10 жылда немесе 5 жылда бір рет шығарады. Бірақ дәл сол суммаға товарды ол жыл сайын ала береді. Жылына товарға 100 миллиондап, 200 миллиондап ақша бөлінеді. Ақша айналым бәрібір товарда жақсы. Сол себепті егерде қолдан келмей жатырса товарка. Бұл товаркадан кету керек деген сөз емес. Бұл жерде ақша көп. Просто дұрыстап жұмыс жаса. Қытайды қара, әртүрлі системаларды қара, дұрыстап есепте деген секілді. Сразу айта кетейін, үлкен суммадағы товар ол уже работаға ұқсап кетеді. Товардың суммасы 20-30 миллион болса, көп жағдайда установка, пуска, накладка болады. Но ол енді саланың қиындығы да, әр саланың өзінің нюанстары бар. Мысалы, работада үлкен суммада товарлар көп болады ғой, мысалы. Бұл жерде де солай. Сол себепті гадать етпейміз, өзімізге не жақын соны қараймыз. Біреу айтты ма, работада ақша көп, товарда жоқ деп, работаға беріп кету керек емес. Біреу айтты ма, услугада ақша жоқ, товарда, работада жоқ деп, услуга беріп кету керек емес. Қолдан не келеді, соны жасаймыз. Күндеріңіз жарық, көздеріңіз ашық болсын.